Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Бота Бақытбековна бүгін өте дәмді және пайдалы осындай горох сорпасын дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық ингредиенттерді описаниеда жазып қалдыратын боламын. Алдымен отқа қазанымызды қойып, қыздырып, үстінен майымызды құйып аламыз. Қызып тұрған майымызға тауық сүйегі болмаса, басқа да еттерді қолдана берсеңіздер болады. Мен бұл жерде тауық етін қолдандым. Жақсылап қуырып аламыз қызарғанша. Етіміз кішкене қызарып қуырылғанша көкөністерімізді турай береміз. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Енді пиязымызды, сәбізімізді салып қуырамыз. Үстінен томатымызды саламыз. 3 ас қасық салдым мен бұл жерде. Етіміз қуырылып алды. Енді үстіне 2,5-3 литрдай су құйып алдым. Үстіне горохымызды жуып, горох салдым. 1 ас қасық тұз салдым шамамен. Баяу отта қойып 1-1,5 сағат қайнатып алатын боламыз. Дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен бұл жерде лавр жапырағын қолдандым. Енді осы кезде картошкамызды салып, тағы да қайнатып аламыз. Міне дайын болды біздің горох сорпамыз. Дәнді дақылдардан дайындалған тағам әрдайым ағзамызға пайдалы, сондықтан үйде жиірек жасап тұрыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болып тұрыңыздар.